Жалпы жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыс істеу мәселесі ең көкейкесті мәселенің бірі болып табылады прокуратура органдарында. Осы соңғы 5 жылдың ішінде өтініштердің саны 25%-ға көтерілген. Биыл олардың саны 217 мыңға жеткен. Соның ішінде бас прокуратураға 28 мыңнан астам өтініш келіп түскен. Олардың санаттарына келмек болсақ, көбінесе бізге қылмыстық қудалау органдарының актілері мен әрекеттеріне шағымданған халық және 29%-дай өтініштердің үлесі ол басқа мемлекеттік органдар мен мекемелердің актілері мен әрекеттеріне шағымдар. Сот актілерінің заңдылығы мен олардың орындалу мәселесі бойынша өтініштердің үлесі 22%-ға жуық. Жалпы біз жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыс істеу кезінде өзіміздің ведомстволық нормативтік құқықтық базамыз да бар. Соның ішінде өтініштермен жұмысты ұйымдастыру нұсқаулық бар. Ол бас прокурормен бекітіліп, Әділет министрлігінде тіркеліп, және Егемен Қазақстан, Казахстанская правда газеттерінде жарияланған. Осы үстіміздегі жылдың 6 мамырынан бастап қолданысқа енгізілді. Сонымен қатар прокуратура органдарында азаматтарды жеке қабылдау тәртібі де реттелген. Осы екі құжатпен сіздер бас прокуратураның ресми сайтында танысуларыңызға болады. Жалпы заң бойынша бас прокурор және ол орынбасарлары, облыстың прокурорлары азаматтарды жеке қабылдауды кемінде айына 1 рет өткізеді. Ал аудандық қалалық прокуратураларда бұндай жеке қабылдау күн сайын өтеді. Осы жеке қабылдау мәселесі бойынша біз IT технологиялары дамуына байланысты қазір видеоконференция байланыс арқылы халықты қабылдауға мүмкіндігіміз бар. Бұл енді нәтижесінде халық өздерінің қаражатын және уақытын үнемдей Астанаға келмей өздерінің уәждерін бас прокуратураның басшылығына жеткізіп, барлық өздерінің уәждерін келтіре алады. Сондықтан да біз барлық Қазақстанның азаматтарын осындай мүмкіндікті пайдаланып, онлайн режимінде қабылдауға жазылуға шақырамыз. Бұл технология жақын арада Қазақстанның барлық өңірлерінде жүзеге асатын болады. Екіншіден, осы IT технологиялар мен заңнаманың дамуына байланысты прокуратура органдары электрондық іс жүргізуге көшу процесі жүріп жатыр. Осы жұмыстың шеңберінде қазірде бас прокуратураның арнайы ақпараттық орталық сервис орталығы жұмыс істейді. Осы сервиске кез келген адам өзінің өтінішін жазуға мүмкіндігі бар. Ол үшін не керек? Біріншіден ғаламторға шығу мүмкіндігі және электрондық сандық қолтаңба. Бұндай қолтаңбаны кез келген халыққа қызмет көрсету орталықтарында алуға болады. Содан кейін сіздер 3w115.kz порталына кіріп, онда парольді алып, өтінішіңізді толтырып, керекті нұсқауларды енгізіп, қол қойып, жөнелте аласыз. Содан соң сіздер қолыңызға талон аласыз электрондық порталдан. Осы талон арқылы өзіңіздің өтінішіңізді қарау барысын бақылауға ала аласыз. Сонымен қатар өтініштеріңіздің қаралу барысын прокуратура органдарының ғимараттарында орнатылған электрондық терминалдар арқылы алуларыңызға болады.